Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біз саясаттану пәні бойынша дәрісімізде мынандай сұрақтарды қарастырамыз. Бірінші, саясаттану ғылым және пән ретінде. Екінші сұрағымыз саяси ғылымның алғашқы мектептері. Үшінші сұрағымыз саясаттану әдістері мен тәсілдері. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қоғамдық гуманитарлық ғылымдар сериясында саясаттану қоғамдағы саяси процестерді, саяси билікті, саяси сананы, саяси идеологияны қалыптастыруды қарастыратын ғылым. Бүгінгі таңда саясаттануды халықаралық қатынастар мен әлем теңдігі, адам теңдігі мен әлемдік процестерді қарастыратын ғылым ретінде зерттейді. Жалпы саясаттану негізінен гректің саясат және ілім деген сөзінен шыққан. 19 ғасырдың екінші жартысында пән ретінде қалыптасқан. Негізгі саясаттанудың объектісі ол қоғам, саяси үрдістер, саяси процестер болып табылады. Саясаттанудың ғылым ретінде тұңғыш рет негізін салған данышпан Аристотель болып табылады. Ол өзінің саяси процестер және саясаттану деген еңбегінде тұңғыш рет қоғамдағы барлық саяси үрдістерді ғылыми теориялық тұрғыдан қарастырып, оның қолданыстық маңызын ашып қарауға тырысқан. Ал енді қазіргі кезеңде саясаттану ғылым ретінде саяси идеологияны, саяси процестерді, қоғамның саяси дамуын, қоғамдағы әртүрлі үрдістерді, оның саясатпен байланысын қарастырады. Қазіргі кезеңде саясаттану халықаралық қатынастар мен әлемдік геосаясаттың негізгі мәселелерімен айналысады. Соңғы жылдары саясаттану жалпы қоғамдық гуманитарлық ғылымдардың ішіндегі дербес ерекше өзіндік даму объектісі бар пән ретінде қызығушылық танытып отыр. Саясаттың негізгі пайда болу тарихына келетін болсақ, ол гректің жаңа айтып өттім саясат және логос деген сөзінен шыққан. Саясаттың адам мен қоғам арасында қарым-қатынасы туралы ғылым деп айтамыз. Саясаттанудың зерттеу объектісінде қоғамдық процестердің барлығы, сонымен қатар адам, ең бірінші саяси билік, оның табиғаты, саяси биліктің бөліну процестері қарастырылады. Тұңғыш рет саясаттану пән ретінде 1857 жылы ақш-тың Колумбия штатында оқытылған. Оның негізін салған ғалымы Фрэнсис Либер болып табылады. Фрэнсис Либер тарих және саяси ғылымдар деген кафедра ашқан. Осы кафедрада 1880 жылы саяси ғылымның жоғары мектебі қалыптасқан. Осы кезеңнен бастап саясаттану бүгінде барлық қоғамдық саяси процестерді, саяси биліктің құрылымын, саяси элитаны, саяси имиджді, саяси лидерді қарастырады. Енді саяси ғылымның мектептеріне келетін болсақ, жаңа айтып өттім, 1857 жылы ақш-та тұңғыш рет Колумбия колледжінде саясаттанудың негізін Фрэнсис Либер қалыптастырған. Одан кейін саясаттану ғылым және пән ретінде теориялық тұрғыдан қалыптасуы 1880 жылы Францияда саяси ғылымның жоғарғы мектебі болып қалыптасқан. Бірте-бірте өзінің даму эволюциясынан өтіп, саясаттану 1889 жылы ақш-та саяси және әлеуметтік ғылымдар академиясы ретінде қалыптасты. 1903 жылы ақш-та Америкалық саяси ғылымдар ассоциациясы құрылады. Осындай даму эволюциясынан өткен саясаттану ғылым және пән ретінде бүгінгі күнге дейін қалыптасып дамып келе жатыр. Жалпы саясаттанудың ғылым және пән ретінде қалыптасуы ол ақш-та басталған, Европалық елдердің барлығында кеңінен дамып, бүгінгі күнде біздің елімізде саясаттану дербес ғылым және пән ретінде оқытылады. Саясаттанудың Қазақстанда дамуы мен қалыптасуы бұл еліміздің тәуелсіздік алуымен тығыз байланысты. 1991 жылы еліміздің саяси өмірінде үлкен өзгерістер болуына байланысты оқу білім саласына да көптеген міндеттер қойылды. Халықаралық стандарттарға негізделген жаңа пәндер қоғамға енді.
Соның бірі Қазақстанда да саясаттану ғылым және пән ретінде 1991 жылы біздің елімізге еніп, саяси процесс өмірдегі реалды шындықпен қатар өрбітілді. Енді саяси ғылымның алғашқы мектептерін жаңа айтып өттім. Осы мектептердің негізінде 20 ғасырдың басында саясаттану бөлек академиялық пән ретінде бөлініп шықты. Осы бөлініп шыққаннан кейін бұл дүниежүзінің барлық елдерінде халықаралық саясаттанумен қатар өз елдерінің ішкі және сыртқы саяси процестері, ғылым, білім, ағарту саласында ерекше қарастырылды. Және бұл қоғамдық өмірмен күнделікті қолданыстық өмірмен практикалық тұрғыдан қатар қарастырылып отырды. 1941 жылы ЮНЕСКО-ның басшылығымен саяси ғылымдардың ассоциациясы құрылған. Осы ассоциацияның құрылуы саясаттанудың ғылым және пән ретінде қалыптасуына, дүниежүзілік елдердің барлығы осыны жеке дербес пән ретінде оқытылуы, оның оқу бағдарламаларына енуі, жоғарғы оқу орындарының студенттерінде, орта оқу орындарының студенттерінде оқытылуы ерекше қарастырылып, осыдан кейін саясаттануға ерекше бір құбылыс ретінде жаңаша пән, дербес пән ретінде қарастырылды. 1948 жылы Парижде саясаттанушылардың халықаралық коллоквиум өтті. Осы коллоквиумның мәні мен маңызы ерекше зор болды. Себебі біздегі Біріккен ұлттар ұйымының құрамына кіретін барлық дербес өз дербестігін алған егеменді мемлекеттердің барлығы да бұл пәнді ерекше қоғамдық гуманитарлық пәндердің арасындағы саяси өмірмен, бүгінгі өмірмен тікелей байланысты ретінде қарастырып, дербес жеке оқытатын болды. Қазіргі кезеңде ең бірінші негізі қаланған Америка құрама штаттарындағы саясаттану кең өрісті ғылым ретінде қарастырылады. Бұл күндегі саяси статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, ақш-та 26 мамандандырылған саяси ғылымның жеке дербес мектептері бар. Келесі сұрағымызда саясаттанудың әдістері мен тәсілдері. Жалпы өздеріңіз білесіздер, кез келген қоғамдық гуманитарлық ғылымдар саласындағы әрбір пәннің өзіне тән әдістері мен тәсілдері болады. Кез келген ғылыми пән теориялық тұрғыдан зерттеледі, практикалық тұрғыдан оның тактикалық жаңа механизмдері көрсетеді. Сол сияқты саясаттануда қоғамдық гуманитарлық пәндердің ішіндегі солардың ажырамас құрамдас бір бөлігі. Сол сияқты саясаттануда жеке дербес ғылым болып қалыптасқанына қарамастан, көптеген қоғамдық гуманитарлық пәндермен тығыз сабақтастықта дамиды. Олар да атап айтсақ тарих, философия, саяси философия, әлеуметтану, мәдениеттану, тағы да басқа көптеген қоғамдық гуманитарлық пәндер. Осылармен сабақтастықты дами отырып, осы саясаттанудың да өзіне тән зерттеу әдістері мен тәсілдері қарастырылады. Бұл жерде біз саясаттанудың ең негізгі 5 зерттеу әдістері мен тәсілдерін қарастырып отырмыз. Оны атап айтсақ, бірінші салыстырмалы әдіс, екінші жүйелеу әдісі, үшінші социологиялық әдіс, төртінші бихевиористік, бесінші нормативтік әдіс дейді. Жалпы саясаттануда бұдан басқа әдістің 10 шақты түрі бар. Бірақ негізінен осы 5 әдістің негізінде саяси құбылыстың қоғамға енуі, оның адам өміріндегі рөлі, жалпы саяси әлеуметтік мәселелермен байланысы толыққанды қарастырылады. Енді осы әдістерге жеке тоқталатын болсақ, салыстырмалы әдіс нені қарастырады десек, салыстырмалы әдіс өзінің аты айтып тұрғандай әртүрлі елдердегі әлеуметтік саяси құбылыстарды салыстырмалы түрде қарастырады. Мысалы, кез келген саясаттағы әлеуметтік құбылыста бұл жалпылық және ерекшелік болады. Мына салыстырмалы әдіс соны қарастырады. Әр елдегі саяси құбылыстың енуі, оның сол елге тән ерекшелігі және барлық елдерге тән ортақ жалпылығы қарастырылады. Енді бұл салыстырмалы әдіс арқылы зерттеуші сол елдің өзіне тән даму үлгісін анықтайды. Мысалы, егер алып қарастыратын болсақ, қоғамда демократияның дамуы деген тақырыпты алып қарайтын болсақ, әр елде демократияның дамуының өзіндік үлгілері бар.
Бірінші кезекте бұл ортақтығы неде десек, жалпы ерекшелігі демократияның. Бұл әр елдегі жаңағы сөз бостандығының болуы, адамдардың еркінің бостандық болуы, кез келген адам өз ойын ашық айтуы, басқару саласындағы либералдық демократияның болуы деген сияқты жалпы ортақ белгілері болады. Өзіне тән ерекшелігі неде десек, мысалы қазақстандық демократияның, либералдық демократияның қоғамға енуінің өзіндік ерекшелігі бар. Ол өзіндік ерекшелігі неде дейтін болсақ, біздің елімізде ұлттық әдет-ғұрыптардан ауытқымау деген принциптер бар. Әрине, Қазақстанның басты ерекшелігі ол алдымен саясат, одан кейін экономика деген қағидатпен дамитындығында. Мысалы, Европалық елдермен салыстырғанда әрине біздің елде либералдық демократия толыққанды қоғамға еніп кетті деп айтуға болмайды. Себебі кәрі құрлық 100 жылдан астам тарихы бар елдермен кеше ғана тәуелсіздігін алған Қазақстандағы демократияның дамуы мен қалыптасуын, даму динамикасын салыстыруға әрине көп жаңағы алшақтық бар екенін білеміз. Бірақ соған қарамастан біздің елімізде жалпы елдегі өркениетті елдердегі демократиямен ортақтық бар. Неге? Себебі біздің елімізде де халықтың бостандығына, халықтың еркіндігіне, әсіресе ұлтаралық қарым-қатынастың еркіндігіне, тең болуына, конституциямызда халықтардың ұлтына, жынысына, нәсіліне қарамастан жергілікті халықпен, Қазақстан азаматтығын алған азаматтармен біздің елімізге келіп қоныстанған басқа ұлт өкілдерінің азаматтарының тең құқықты екендігі демократияның бір парасы деп қарастыруымызға болады. Келесі жүйелеу әдісі дейміз. Бұл жүйелеу әдісі көбінесе әлеуметтік өмірдің орнын, саяси құбылыстардың басқа ортамен байланысын зерттейді. Жүйелік әдісін саяси зерттеулермен айналысатын ғалымдар, оқытушылар, зерттеушілер жиі қолданады. Келесі социологиялық әдіс. Енді жаңа айтып өттім, қоғамдық гуманитарлық пәндердің ішінде ең етене тығыз сабақтастықта дамитын бұл социология мен политология дейміз, саясаттанудың арасында, әлеуметтану мен саясаттанудың арасында үлкен ұқсастық, ортақтық және бірлестік бар. Осы социологиялық әдіс қоғамдағы әлеуметтік экономикалық құрылымдарды қабаттармен бірге қарастырады. Біз жақсы білеміз, қоғам бірнеше қабаттардан тұрады. Бұны әлеуметтануда стратификация дейді. Осы қабаттардың бір ымыраға келіп жұмыс істеуін жүйелілік дейді. Осы жүйеліліктің дамуы мен қалыптасуын осы әдіс тәсілдерде қарастырады. Келесі бихевиористік әдіс дейді. Жаңа айтып өттім, жалпы саясаттану қоғамдық гуманитарлық ғылымдардың ішінде мынау қолданбалы психологиямен өте етене жақын. Себебі бихевиоризм дегеннің өзі адамның мінез құлқын ережесі дегенді білдіреді. Адамның мінез құлқы арқылы, әсіресе саяси лидерлердің іс-әрекетін, мінез құлқын саяси үрдістермен байланыстырып қарайды. Кез келген қоғамдағы әлеуметтік саяси процесті саяси лидердің іс-қимылымен, қызметімен ажырамас бір бөлік ретінде қарастыру керек. Мысалы, қоғамға қызмет еткен саяси лидердің өмірі мен тарихын қарастырып отырсақ, олардың өмір тарихынан, әсіресе қызметінен, қоғамға деген көзқарасынан, жалпы дүниетанымдық көзқарасына сол кездегі әлеуметтік үрдістің, саяси үрдістің дамуы мен қалыптасуын көруге болады. Саяси лидер кез келген мәселеде мінез құлқымен және оның іс-әрекетімен осы процестерді жүзеге асырады. Келесі әдіс. Бұл әдіс нормативтік әдіс деп аталады. Бұл зерттеу әдісі табиғи құқықты іске асыруға барлық мүмкіндікті жасайтын саяси құрылыстың құқықтық түрін қалыптастыруға жүгінеді. Нормативтік әдіс бұл тек қана саясаттануда қолданбайды. Ол барлық саяси әлеуметтік қоғамдық ғылымдардың барлығында нормативтік әдіс жүйелеуге, жаңа бихевиоризмді іске асыруға, тағы да басқа үрдістерді толыққанды зерттеп, соның толық картинасын алу мақсатында жүргізіледі. Саясаттанудың ғылым және пән ретінде қалыптасуына көптеген ғалымдарымыз үлес қосқан. Жаңа айтып өттім, оның негізін салған данышпан ғалым Аристотель болса, оны әрі қарай дамытқан ғылым ретінде ғылыми мектебінің қалыптасуы мен дамуына үлкен үлес қосқан Фрэнсис Либер болатын. Одан кейінгі саясаттанудың дамуына үлкен үлес қосқан ғалымдар бұл Джок Лок, Жан-Жак Руссо, Джефферсон, Пейни, Гегель, Кант болып табылады.
Бұл ғалымдардың зерттеулерінің барлығында көбінесе жаңағы сыни диалектикалық әдістер, құрылымды функционалдық әдістер, кибернетикалық әдіс, коммуникативті әдістер қолданылған. Енді сыни диалектикалық әдіс дегеніміз не? Саясаттың ішкі қарама-қайшылықтарын, саяси өзгеріске бастайтын үрдістерді қарастыратын, оған қарама-қарсы пікір айтатын әдіс бұл сыни диалектикалық әдіс болып табылады. Келесі әдіс бұл құрылымдық функционалдық әдіс деп аталады. Бұлар қосалқы әдістер зерттеу барысында жүргізілетін. Мұнда негізінен саяси жүйенің құрылымының, оның элементтерінің қызметін көрсетеді. Келесі әдісіміз бұл кибернетикалық әдіс деп аталады. Көптеген ғалымдардың зерттеулерінде бар. Бұл кибернетикалық әдіс басқарушы мен бағынушының арасындағы кері байланыстар принципінде ақпараттар арқылы саясатты талдау. Яғни қазіргі ақпараттық қоғамда басқарушы мен бағынушының арасындағы қарым-қатынасты, саяси билік бөлінісін, халық пен саяси биліктің арасындағы қарым-қатынасты, жалпы диалектикалық байланысты осы кибернетикалық әдіс қарастырады. Келесі коммуникативтік әдіс дейміз. Коммуникативтік әдіс дегеніміз не? Бүгінгі ақпараттық қоғамда коммуникативтік әдістің алатын орны мен рөлі зор. Саяси кеңістіктегі адамдардың байланыс тәсілдерін зерттеу арқылы саясаттың мәнін ашу. Жалпы кибернетикалық әдіс тек қана саясаттануда емес, барлық қоғамдық гуманитарлық ғылымдар саласында ерекше қолданысқа ие болған әдістер мен тәсілдер. Енді келесі эмпирикалық әдіс деп аталады. Эмпирикалық әдіс дегеніміз шешім қабылдаудағы маңызды ойындар теориясы. Адамдардың мінез құлқын бақылайтын контент анализ, свот анализ, әлеуметтік сауалнамалар, статистикалық мәліметтер пайдалану арқылы жүргізіледі. Бұл эмпирикалық әдістің ерекше бір түрі, бұл жаңағы саяси технологиялардың кешенді жиынтығы екендігін көрсетеді. Себебі жалпы эмпирикалық әдіс арқылы саясаттануда, әлеуметтануда көбінесе мынау сайлау жүйесінің технологиясы, саяси қайраткердің имиджін қалыптастыру, саяси лидердің тұлғалық қасиеттерін көрсету, қоғамдағы саяси процестердің енуі, олардың қолданыстағы ерекшеліктері, адамдардың көңіл-күйі, күндегі өтіп жатқан саяси процестерге адамдардың қатысы немесе оны танып білуі көбінесе эмпирикалық әдістер арқылы анықталады. Саясаттануда және әлеуметтануда кеңінен қолданылатын эмпирикалық әдіс көбінесе саяси ғылымдағы ең өзекті деген тақырыптардың қолданыстық маңыздылығын анықтауда көп пайдаланылады. Зерттеушілердің басым көпшілігі ғылыми зерттеу жұмыстарын жазғанда, жалпы саясаттануды теориялық тұрғыдан қалыптастырғанда, жалпы логикалық әдістер жиі қолданылады. Бұл әдістің де өзіндік ерекшелігі бар, талдау және синтездеу деп аталатын. Басты ерекшелігі мұнда индукция және дедукциялық модельдеу дейді. Бұл жалпы логикалық дидактикалық әдістеу философияда өте жиі қолданылады. Жаңа айтып өттім, барлық қоғамдық гуманитарлық ғылымдардың ішіндегі саясаттану мен әлеуметтанудың ең ерекше етене жақын болып табылатын ғылымдар саласы бұл философия мен психология. Психологиялық талдауда жаңа бихевиористік әдіс ерекше рөл алатын болса, философия мен саясаттануда, әлеуметтануда осы жалпы логикалық әдістердің орны ерекше. Саясаттанудағы тағы бір басты мәселе ол саясаттанудың негізгі атқаратын қызметтері. Жалпы саясаттануды кез келген қоғамдық гуманитарлық ғылымдар сияқты жаңағыдай өзінің объектісі, субъектісі, жаңағы саяси қарым-қатынас орны, қоғамдағы мазмұны, мәні, тағы да басқа өзіндік функционалды қызметтері бар. Танымдық қызметі шынайы саясат әлемін зерттейді. Онда саясаттағы және биліктегі ерекшеліктерді, заңдылықтарды, тенденцияларды анықтайды. Әдістемелік қызметі, саясаттанудың әдістемелік қызметі бұл ең негізгі қызметі деп атауға болады. Себебі саясаттағы зерттеуде жинақталған білімді пайдалану, саяси ілімдер арқылы саяси ғылымның теориялық мәнін ашу негізінен осы әдіс арқылы анықталынады. Енді болжамдық қызметіне келетін болсақ, бұл болжамдық қызметтің де өзіндік ерекшелігі бар. Онда саяси процестерге, қоғамға, саяси өзгерістер жасауға бағытталған ғылыми негізделген болжам жасалады. Саяси болжамдар қалай жасалады? Біз көбінесе қазіргі кезеңде елімізде кез келген саяси үрдісті
анықтау үшін шетел тәжірибесіне сүйенеміз. Өздеріңіз білесіздер, европалық елдер бұл саяси құрылыстан бізден бір ғасыр бұрын өтіп кеткен. 100 жылдық тарихы бар кәрі құрлықтың тәжірибесіне сүйене отырып, әрине өз еліміздегі ерекшеліктерді, саяси процестерді өзіміздің менталитетімізге, өзіміздің дүние танымымызға негіздей отырып, кешегі процестер мен бүгінгі саяси үрдісті салыстырмалы түрде қарастырып отырып, болашаққа болжам жасалынады. Бұл жаңағы болжамдық қызметі деп аталынады. Келесі саясаттанудың пән және ғылым ретіндегі қызметі бұл реттеушілік дейді. Мұнда адамдардың саяси мінез құлқына әсер ету. Өздеріңіз жақсы білесіздер, саясаттануда идеология ерекше орын алады. Алдымен идеологиялық процестерді жалпы мемлекеттің жүргізіп отырған идеологиясын толыққанды түсінген адам ғана саяси процестерге баға бере алады. Саясаттанушылардың басым көпшілігі көптеген көршілес елдердің тәжірибесіне немесе осы кезеңді басынан өткізген басқа елдердің тәжірибесіне сүйене отырып, осы саяси үрдіске өздері баға береді, болжам жасайды. Келесі, енді саяси өмірді жетілдіру қызметі бар саясаттанудың. Бұл саяси реформалардың теориялық негізде жүзеге асырылуын қарастыру. Жалпы кез келген саяси процесте, мысалы, мемлекеттің жүргізіп отырған саяси жаңағы үрдістерін алып қарайтын болсақ, мұнда бірнеше ұзақ мерзімді бағдарламалар жасау арқылы дәйектелінеді. Елімізде, мысалы, Қазақстан тәжірибесінде алып қарайтын болсақ, Қазақстанда ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді деген стратегиялық жоспарлар жасалынады. Бұл стратегиялық басым бағыттардың ең негізгісі жаңағы Қазақстан бойынша айтатын болсақ, бұл Қазақстан 2050 стратегиясы. Одан кейінгі Қазақстанның жаңағы 2030 стратегиясы болды. Одан әрине өтіп кеттік қазір. Ең бірінші біз 2050-дің ең басты стратегиялық басым бағыты бойынша бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына ену мақсаты тұрған болатын. Қазақстан оны ойдағыдай өтті. Енді алдымызда тұрған басты стратегиялық мақсат бұл жаңағы дамыған 30 елдің қатарына кіру. Дәл қазіргі кезеңде біздің елімізде мемлекетіміз саяси стратегиялық бағыттағы барлық жүргізіліп жатқан ұлттық жоспарда көрсетілген басты мақсат стратегиялық Қазақстанның басым бағыты, тәуелсіз Қазақстанның басым бағыты 30 дамыған елдің қатарына ену. Осы мақсатта қазір көптеген жаңағы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Дәл қазіргі кезеңдегі Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында өмір сүріп отырмыз. Дәл біз қазіргі кезеңде тәуелсіз Қазақстанның жеткен жетістіктері, әсіресе халықаралық саясатта үлкен жаңағы дүниежүзілік елдердің назарына ілініп отырған еліміз. Өздеріңіз білесіздер, халықаралық қарым-қатынастар жүйесінде бүгінде Қазақстан өзіндік дербес даму жолын таңдаған. Казахстанский модель дейді, қазақстандық үлгісін қалыптастырған елдердің қатарына кіреді. Халықаралық қарым-қатынастар жүйесінде Қазақстанның бүгінгі таңдағы қол жеткізген жетістіктері ауыз толтырылып айтарлықтай деп айтуға болады. Мысалы, Қазақстан Республикасы бұрынғы Советтер одағының құрамында болған қазіргі тмд елдерінің арасында тұңғыш рет, өздеріңіз білесіздер, халықаралық аренада ірі саяси институттардың тізгінін қолына алған ел. Бұл мақтанып айтатын Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі. Және бұл есте қалатын тарихта қалған тағы бір нәрсе, Қазақстан тұңғыш рет түркі әлем елдерінің басын қосып, үлкен жаңағы бас қосулар өткізген ел. Қазақстан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының басын қосып, ең басты мақсат, адамзатқа ортақ мақсат, ол бейбітшілік өмір сүру, соғысты болдырмау, адамдардың арасында гуманистік идеологияны тарату, адам-адамға дос және бауыр деген принципте жаңағы бүткіл дін басыларын бір ортаға тоғыстырып, өзіміздің елордамыз Астанада жаңағы пирамидаға іспеттес сарай салдырған ел. Өздеріңіз білесіздер, 2003 жылдан бастап бүгінде елімізде діни-аралық, ұлтаралық толеранттықтың, татулықтың үлгісін қалыптастырған ел деп Қазақстан танылған. Жалпы дүниежүзілік статистикалық мәліметтерге қарайтын болсақ, әлемде мынау ұлттар арасындағы конфликті болдырмай, оның алдын ала шешіп
131-ден астам ұлттың басын бір ортаға тоғыстырып отырған ел Қазақстан. Яғни бұл саяси тұрақтылығы жағынан Варшава деңгейін екінші орында тұр. Дүниежүзі бүгінде ұлттар мен ұлыстарды ұйыстыруда қазақстандық үлгіні өздері алып, қарастырып, оқып, зерттеп жатыр. Неге десеңіздер, біздің еліміздегі Қазақстан Халқы Ассамблеясы деп аталатын үлкен саяси институт бар. Бұл институт көптеген ұлттар мен ұлыстардың басын қосып отырған мықты саяси институт. Себебі біздің конституциямызда көрсетілген Қазақстанда өмір сүріп жатқан барлық ұлттар тең құқықты, ұлтына, жынысына, нәсіліне, дініне қарамастан барлығы тең құқықты деп. Осы қағидатпен жұмыс істеп отырған саяси институт болып табылатын Қазақстан Халқы Ассамблеясы бүгінде әлем елдеріне үлгі болып отыр. Қазақстандағы ұлтаралық қарым-қатынастың толеранттық үлгісін қалыптастырудың ең басты кепілі бұл Қазақстан Халқы Ассамблеясы болып табылады. Бұл ассамблеяда өздеріңіз жақсы білесіздер, негізгі функционалды қызметі біздің еліміздегі аз ұлттардың құқығын қорғау, олардың дамуына, менталитетін, әдет-ғұрпын ары қарай өрбітуіне мүмкіндік жасау. Осы мақсатта тұңғыш рет елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев құрған институт болатын. Бүгінде қарқынды жұмыс істеп жатыр. Жақында ғана кезекті сессиясы болып өтті. Бұл әрі қарай дамытылады. Себебі көптеген елдерге біздің басты үлгі болып отырған бұл институтымыз ары қарай жұмысын жалғастырады. Себебі Қазақстанның демократиялық мемлекет ретінде ашық қоғам құру мақсатындағы басты мақсаты ұлтаралық қарым-қатынасты, татулықты ту етіп ұстау.